Сәлем достар, бүгін сіздермен жеті шелпек рецептімен бөлісемін. Шелпек өте дәмді, жұмсақ, майсыз, нәзік болып шығады, жасалу жолы да оңай. Бір кесе жылы сүтке кішкентай қасықпен 2 қасық қант саламыз. Жарты қасық тұз, аз ғана ас содасы және 1 қасық сары май қосып, жақсылап араластырамыз. Бір жарым кесе ұн қосып, қамыр илейміз және оны 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырды 7 бөлікке бөліп, аздап ұн себе отырып, жұқалап жайып шығамыз. Осылай жұқалап, барлығын жайып шығамыз. Қызып тұрған майда екі жағынан қуырып аламыз. Және мұнда ескеретін жайт, отта шелпекті көп ұстамаңыздар. Ұзақта қуыратын болсаңыздар, қатты және қоңыр түсті болып кетеді. Және қамырды илегенде сүт жай ғана жылы болу керек, ыстық болмауы маңызды. Міне осындай жұқа, жұмсақ болып піседі. Қараңыздар, өте нәзік. Тура 7 шелпек шығады, диаметрі мөлшері 20 см болады. Ингредиенттерін төменге жазып кетемін. Тура осы мен жасаған рецептпен пісіріп көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Достар, әлі талай жаңа рецепттер болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Гаухар.